Тамыздың 5 мен 9 аралығында бүкіл ел бойынша ауыл және аудандық маңызы бар қала әкімдері сайлауының өткені мәлім. Жергілікті жерлерде ұйымдастырылған алғашқы сайлау Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы 24 ақпандағы жарлығына сәйкес қолға алынған болатын. Дәлірек айтар болсақ, 2457 аудандық маңызы бар қала, ауылдық округтың құрамына кірмейтін кенттер мен ауылдардың әкімдері сайланды. Үміткерлерді таңдау жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізілді. Сайлауға 188 аудандық және қалалық мәслихаттар тікелей қатысты. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша сайлауды өткізу үшін 14 облыстық, 28 қалалық және 160 аудандық аумақтық сайлау комиссиялары тартылған. Сайлау науқаны барысында әкімдікке 7173 кандидат ұсынылып, олардың 6738-і тіркеуден өткен. Барлығы республика бойынша 2454 әкім сайланған. Ал тамыздың 10 күнінен кейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сайлау қорытындысы бойынша арнайы үндеуі де жарияланған болатын. Құжатта әкімдерді сайлаудың алғаш өткізілгені атап өтіліп, бұл істің жергілікті басқару институттарын дамытудағы үлкен белес екендігі айтылған. Мемлекет басшысы өз үндеуінде жаңадан сайланған жергілікті басшыларға халық тарапынан аса зор жауапкершіліктің артылатынын да ерекше назарға алады. Сайлаудан кейінгі ел пікірі толығырақ шолушымыз Бағдат Бектұрғанқызының талдауында. Қазақстан 2050 стратегиясына сәйкес жергілікті басқаруға реформалар енгізіле бастады. Алғаш рет ауыл кент әкімдерінің сайлауы өтті елімізде. Осыдан кейін алтын бесік ауылды өркендетуге, кейбір әлеуметтік мәселелерді жергілікті жерде шешуге мүмкіндік жасалмақ. Баламалы негізде мәслихаттар аудандық маңыздағы қалалардың, ауылдық округ құрамына кірмейтін кенттер мен елді мекендер әкімдерін сайлады. Бұл елдегі бүкіл әкімдердің 91%-дан астамы. Барлығы 7.632.000 қазақстандық тұратын аудандық маңыздағы қалалардың, ауылдық округтердің, ауылдардың 2454 әкімі сайланды. Жаңадан сайланған әкімдер халықтың мұң-мұқтажын үкіметке жеткізе алатындай, халықтың тілегін орындай алатындай әкім нағыз әкім болып алады деп ойлаймын. Жақсылық күтеміз, үмітіміз зор, билікті өз қолдарына берсе, ауыл көркейеді. Алға қарай ұмтылады деп ойлаймыз сен. Болашағын болжайтын, мен осы жұмысты жүргізе аламын деген әкімдер қолдау деп ойлаймыз. 3 ауылдық округте таңдаушылар берген дауыс саны тең түсті, сондықтан жеңімпаз анықталмады. Енді Павлодар облысындағы Ертіс ауданының Голубовка ауылы, Успен ауданындағы Қозыкеткен ауылдық округі мен Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданындағы Тұщықұдық ауылдық округінде биыл тамыз айының 28 күні қайта сайлау өтеді. Орталық сайлау комиссиясы таратқан бастапқы қорытынды бойынша сайланған әкімдердің ішінде 20 ұлттың өкілі бар. 11,4%, яғни 280 әйел әкім таңдалып алынды. Бұрынғы көрсеткішке қарағанда бұл 32 адамға көбейген. Басым көпшілігі Павлодар, Оңтүстік Қазақстан мен Ақтөбе облыстарында. Әкімдердің орташа жасы 47 жас, ал 80,3%, 25 пен 25 жас аралығындағы жастар. Сайланған әкімдердің ең жасы Павлодар облысы Павлодар ауданындағы Заңғар елді мекеніне сайланған 25 жастағы Хамза Оразбеков. Ауыл шаруашылығы мен заңгерлік бойынша 2 жоғарғы білім алып үлгерген. Ал бір шахтада емес, отбасылы 2 бала тәрбиелеп отырған шаңырақ иесі. Ауылда инфрақұрылымды көтеру керек, кәсіпкерлікті дамыту керек. Сол кәсіпорындарын мемлекеттік бағдарламалар арқылы қатысып көтеруге тырысамыз. Ауылда көрмеулі мәселе аз емес, оның алғашқысын тұрғындар әкімге тапсырып та үлгерді. Әуелі жол жөнделсе деген игі тілекпен тарқасты жұрт. Бізге 1-2 шақырым жол керек. Сол жолды қысы жазы, қысты күні қиын болып тұр. Жазды күні енді жүріп жатыр ғой енді. Сол қысқыға жолды оңдап берсе, бізге 2 шақырым сол бар біздің көбінесе сұрайтынымыз. Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Сұлутөбе ауылына да жас әкім сайланды. Мансап қуғандық емес, туған жерді түлетуге үлесін қоспаққа ниеттенген жас маман. 29 жастағы Бақытжан Байділдаевтың мамандығы заңгер, еңбек өтілі 7 жыл. Соңғы 3 жыл ішінде аудандық әкімдік аппаратында тәжірибе жинаған. Жас әкім болып келгенмен, енді шамалы болса тәжірибеміз бар. Барлықтарын орындауға тырысып, халықпен жұмыс жасап, халықтың әл-ауқатын, тұрмыс тіршілігін жақсартуға, тазалық жағынан болсын, жарықтандырып, суларын жүргізуге жұмыс жасаймыз.
Халық сенімін арқалауға тәуекел еткен Бақытжан Байділдаевты аудан әкімі Мұрат Ергешбаев жұртшылыққа таныстырды. Жаста болса бас болуға ұмтылған жігерлі жігітті жергілікті тұрғындар жылы шыраймен қарсы алды. Осы ауылға 20 жыл жетекшілік еткен бұрынғы әкімге шапан жауып, құрметті демалысқа шығарып салды. Бірақ тірлік бар жерде түйткіл түгесілмейді. 5000-ға жуық халық бар ауылдық округте атқарылатын шаруа аз емес. Округ бойынша 60-70 үйге жаңа су кіргізіліп берілген. Бірақ әлі ол бірнеше жүздеген ондаған үйлер бар, соларға сол ауыз су кіргізіліп берілсе. Ауылда дәрігерлік амбулатория, мәдениет үйі мен мектеп құрылысы жүріп жатыр. Орталық көшелер жөнделіп, жарық шамдар қойылды. Дегенмен кіші кәсіпкерліктің дамуы кенжелеп қалған. Сайланған әйел әкімдердің бірі Айнагүл Көңбайқызы. Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Қараөткел ауылына басшылыққа кірісті. Жергілікті ағайынның әкімге айтар шағымы да жеткілікті. Әкімдер осы жолды ескерсек, осы халыққа жағдай туғызса деп ойлаймын. Ауыз су мәселесі өте қиын бізде. 5 бағыт бойынша жұмыс істеймін деп. Біріншісі 250 километрға жақын жол жөнделуге тиісті. Екінші мәселе бұл жердегі халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі. Үкіметіміз 2010 жылы 30 қарашада кешенді бағдарлама қабылдаған Астана қаласының аймағындағы елді мекендерді дамыту бойынша. Оған бірінші кезегіне кіріп отырған ауылы осы Қараөткел ауылы. Бүгінде олар тиімді жұмыс жүргізу үшін қажетті барлық материалдық, қаржылық және кадрлық ресурстарға ие. Атап айтқанда, жергілікті әкімдерге әлеуметтік салада қосымша өкілеттіктер беріледі. Биылғы жылы күшіне енген жаңартылған заңнама бойынша оларға заң жүзінде 67 функция бекітіліп берілді. Оның өзі іс жүзінде жергілікті маңыздағы барлық көкейкесті мәселелерді дербес және жауапкершілікпен шешуге мүмкіндік береді. Бірінші құзырет ауыл әкімі аудандық қазыналық мекемеден есеп-шот аша алады. Ол есеп-шотқа мына 4 штрафты жинауға, сонымен қатар ауылда орналасқан рекламаларға түсетін төлемдерді жинауға, сонымен қатар аудандық әкімнің берген коммуналдық мүліктерін арендаға жалға беруден түсетін төлемдерді жинақтайды. Жалға беретін мүлік, жабдық немесе жарнамалық тақтаны барлық ауылға тән тұрақты табыс көзі деуге болмас. Мұндай мүмкіндігі жоқ елді мекендердің қаржылай есеп-шоты ауылдан шыққан атымтай жомарт жандардың жанашырлық танытқанына қарай толығып отырмақ. Ал шұғыл әрекет ету қажет кезде мақсатты қаржы жиыны арқылы шешуге де еркі бар әкімнің. Мысалы қыстығыны насос жанып кетті котельниеде тұрған. Қаржы жоқ, оны бюджеттен бөліп әкелуге көп уақыт керек. Осы кезде өздері жаңағы целевой сбор дейді, шоттағы ақшасын жұмсайлап бар болса, болмаса қолма-қол халықтан ақша жинап шотқа түсіреді, соны жұмсай алады. Енді ауыл әкімі жыл басында іс жоспарын ауыл халқымен ақылдаса отырып бекітеді. Оның іске асырылуына өзі жауапты болады. Және қорытындысы бойынша жыл соңында есеп береді. Халыққа ғана емес аудандық мәслихатқа да есеп беруі міндетті. Соған сәйкес әкімнің жұмысына баға беріліп отырмақ. Халықтың пікірі ықпалды күшке ие болады. Жоспарлы істі атқара алмаған немесе заңға қайшы әрекеті байқалған жағдайда қызметінен алып тастауға да ұсыныс бере алады. Заң бойынша бұл міндетті аудан әкімі облыс әкімінің келісімімен ғана орындауға құқылы. Жергілікті басқару реформалары әкімдердің ел халықпен етене араласуына, ал жұртшылықтың ортақ істерге жұмыла атсалысуына негіз болады деген сенім бар. Енді тұрғындар жұмыстың бел ортасында жүріп, ауылда жемқорлықтың орын алмауына, мемлекет қаржысының талан-таражға түспеуіне өзіндік ықпалын тигізуге мүмкіндігі тумақ. Айтпақшы, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың 2015 жылдан басталатын екінші кезеңінде ауыл әкімдеріне тағы да қосымша құзырет беру қарастырылуда. Бағдат Бектұрғанқызы, Нұрлан Жақыпбек, Салауат Темірболатұлы, Ғани Алшынбаев, Қанат Еңсебаев, Жеті күн хабар агенттігі.